Ассалаумағалейкум автокөлік сүйер қауым. Honda CR-V 2009 жылғы Европадан алып келінген дейді. 2.4 автомат 7.700.000 сұрап жатыр. 2 ВД дейді. 2 түңгілегі тартады. Сыртқы жағдай жақсы. Audi B4 89 жылғы 1.8 объем, бағасы жазылмаған, келісім бар дейді. Сыртқы жағдайы жақсы, сызылмаған, сырылмаған. Салоны велюр, таза. 1.8 брат, была впрыск. Ага. Ашын туры. Іші бәрі жақсы. Mitsubishi Lancer. Lancer. жылғы 1.5 4.700.000 сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы жақсы. Какой год продается? 6-й? 7-й? Қаңқасын жағдайы жақсы. Салоны велюр. Ішкі әлемі жақсы, таза. Опцияларға бай. Toyota Camry 40 сороковка 2007 жылғы 2.4 коробка автомат 6.300.000 сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы жақсы. Toyota Chaser 97 жылғы 2.5 коробка автомат 3.700.000. Артқы дөңгелек тартады. Сыртқы қаңқасы орташа. Бұл көліктің моторы миллионник болып саналады. Өлмейтін машина деп санайды бұны. Toyota'ның ең ішіндегі жақсылардың бірі деп санайды. Салоны велюр. Ішкі әлемі жақсы. Volkswagen Polo 2014 жылғы 1.6 4.350.000 сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы жақсы. Салоны велюр. Іші бәрі жақсы, таза. Kia K5 2015 жылғы газ 2 литр 7.600.000 сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы жақсы. Lexus GS 399 жылғы 3 объем автомат 5.500.000.
Ішкі салоны. Кожаный салон. Daewoo Nexia 2013 жылғы 1,5 объем 2 миллион 300 мың сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы орташадан төмен. Toyota Camry 50-ка 2,5 объем 2013 жылғы 9 миллион 700 мың. Жаңадан алып келінген дейді. Сыртқы жағдайы қаңқасының жақсы. Audi A4 2007 жылғы 2 объем автомат 4 миллион 300 сұрап отыр. 100-ге 7 литр жейді деп жазып қойыпты. Сыртқы жағдайы орташа. Ішкі әлемі велюр. Таза жақсы. Honda Крайдер или Крайдер 2022-23 жылғы объемы 1 турбо 9 миллион. Көлік жап-жаңа, су жаңа екен. Дизайны өте ерекше. Ішкі әлемі кожаный салон, бәрі салафанда. Артқы орындық бәрі салафанда. Люк бар екен. Опциялары бәрі бар. Жабғаңа жақсы екен. Toyota Sienna Кореядан алып келінген дейді. 2015 жылғы дейді. 3,5 автомат 14 миллион 700. Сыртқы қаңқасының жағдайы өте жақсы. Ішкі салоны кожа. Опциялары бәрі бар. Панорама шатыр, люк бар екен. Орындықтары бәрі кожаный, артқы жағда тап-таза, керемет. Kia Carnival 2021 жылғы Южный Кореядан алып келінген, айдап келген. 19 миллион 500 сұрап отыр, автомат, дизель, 2,2 объемы. Дизайны ерекше. Ішкі салон бәрі жақсы, есік өзінен ашылады, кнопкамен басылып.
Люк 7 орындық. Есікті ашып беріп жатыр. Пультпен управлять етіп сырттан қайтадан жауып қойды. Кожаный салон. Ішкі әлем опцияларға бай. Экранда қарасаңыз, экранда бәрі бар екен. Жақсы, өте жақсы. Опечатано. Kia Stinger. 15 миллион сұрап жатыр. 2020-21 жылғы бензин 2.5 турбо, коробка автомат. Дизайн агрессивті, спортивті түрде шығарылған. Мордасы несі бөлік. Оладан қарап, әлемдегі. Toyota Wildfire дейді. 2009 жылғы, 2022 жылы әкелінген 2002-4 объем 11 миллион. Ішкі салоны Velour. Ағасы де. Альфардтың ағасы екен. Салоны жақсы. Бұны Жауабы сорғы. Сыртқы кузовы Альфардтан сәл жалпақтау, үлкендеу болып көрінеді. Жағдайы жақсы, өте жақсы. Алдыңғы салоны Velour. Жеті орындық. Hyundai Grandeur 2017 жылғы үш объем автомат 10 миллион сұрап тұр. Жалпы дизайны агрессивті, торлары әдемі үйлескен қарысымен. Жағдайы өте жақсы. Мерс Геленваген. Екі мың бірінші жылғы 5.5 объем коробка автомат 11 миллион сұрап жатыр. Сыртқы жақсы, сыртқы жағдайы жақсы.
Осыны алып істеп, задатып берейін деп задатып беремін. Ішкі жағдайы жақсы. Жыл ескісі болса да. Бұрындық. Шатырында люк бар екен. Өзіме де алып беремін. Арт жағы. 46 мың. Жақсы салоны. Nexia R3 2019 жылғы газ бензин автомат 4 миллион 600 деп тұр. Сыртқы жағдайы жақсы. Состояниесін. Ішкі әлемі былғарыдан жасалған. Опциялар бар, бәрі бар. Іші таза жақсы. Арт жағы таза жақсы. Hyundai Elantra 2021 жылғы 1.6 объем автомат 10 миллион 900 мың сұрап жатыр. Сыртқы жағдайы жақсы. Достар, каналдың дамуына үлесіңізді қосқыңыз келсе, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер.